әдістемелік құралында ұсынғалы отырмын. Бұл әдістемелік құрал қалалық тестілерді өтіп, оқушылармен жекелей, топпен, жүппен жұмыс жасауға өте тапсырмас құралдардың бірі болып табылады. Және бұл геймификация ойындарын қолдана отырып, оқушылар бізде қалалық, облыстық деңгейде ғылыми жобалар сайысына қатысып жүлделі орындарға ие болды. Бұл тақырып негізінде Listen Study зерттеу сабағы арқылы азысы деңгей оқушыларының деңгейін анықтауда, яғни білім сапасын арттыруда оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру бойынша қандай жетістіктерге жетуге болады деген сұрақтарға жұмыс жасай отырып, оқушылардың қалалық және облыстық деңгейде қатысып орын алған мақтау қағаздарымен бөлісе аламыз. Және бұл геймификация әдістері тек қана теориялық бөлім емес, практикалық бөлімде есептеледі. Пәнінен 7-9 сыныптарға арналған практикалық жұмыс, яғни оқушылардың теориялық білімін практикада қолданудың ең топты нәтижесін көрсетуге болатын ең тапқырлас активтік бағдарлама табылады. Екіншіден, физикадан 7 сыныпқа бастаған оқушыларға, яғни пәнге қызығушылығын арттыру үшін қызықты тапсырмалар жинағы. 10-11 сыныптарға арналған ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық бойынша артырлық бағдарлама. 11 сыныптарға ұлттық бірыңғай тестілеу, яғни математикаға дайындық бойынша облыстық республикалық тестілеу бекітілген Ғалия Төлеухановнаның артырлық бағдарламасы, яғни математикалық. Және білім сөйлеуге отырғаны бізде жалпы физика пәнін оқытуда пәнге қызығушылығын арттыру үшін, яғни геймификация ойындарын артықшылығы туралы әдістемелік құрал осы жуықта ғана қалалық тестілеу енгізілді. Жалпы бұл авторлар